Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен парасат деген салатымның рецептімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді төменге жазып көрсетіп кеттім. Мен копченый грудинка қолдандым. Бұл тауық еті, бірақ копченый. Кез келгені қолдануға болады. Жалпы бұны піскен етке немесе яғни шұжық колбасаға ауыстыруға да болады. Мен бірақ осы түрін қолдандым. Немесе тауық етін алдын ала жаңағы пісіріп алып, тұзын бұрышын қоссаңыздар болады. Кейін краб таяқшаларын осылайынан 3-4 бөлікке бөліп аласыздар алдымен. Кейін оларды да осылай түрпішті етіп турайсыздар. Краб таяқшаларын қосу міндетті. Сол кезде дәмі өте керемет болып шығады. Кейін тұздалған қияр. Жай қиярды да қолдануға болады, жалпы, бірақ тұздалған қиярменен дәмі өте керемет үйлеседі. Міндетті түрде осы тұздалған қиярды қолдануларыңызға кеңес беремін. Жалпы бұл салат гнездо глухаряға ұқсайды, бірақ мен өзім арасындағы ингредиенттерін алмастырып, өзіме ыңғайлы етіп жасап алдым. Осы ингредиентпен жасасаңыздар өте дәмді шығады. Мен жалпы қанша қолданғанымды жаздым ингредиентті, бірақ жалпы қыздар өздеріңіз көз мөлшерлеріңізбен қарауларыңызға болады. Себебі әркімнің талғамы әртүрлі болады. Кей үйлерде тұздалған жаңа қиярды көп мөлшерде жақсы көрмейді. Мысалы, біздің үйде жақсы көреді, сол себепті мен көбірек қостым. Кейбір үйде жұмыртқаны көп қосқанын жаңағы салатта ұнатады. Онда жаңағы жұмыртқаны көбірек қосуға болады, немесе краб таяқшасын көбірек қосуға болады. Сыр, жалпы қыздар, сырдың көбірек болғаны дұрыс, бірақ мен үйімде азғантай мөлшерде қалған екен, сол себепті мен барын қостым. Сырды да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Жалпы бұл жерде ешқандай ереже жоқ, барлығын өздеріңіз келістіріп жасасаңыздар болады. Және де 2 піскен жұмыртқа қолдандым. Жұмыртқаны да өздеріңіздер реттейсіздер. Мысалы, біздің үйде жұмыртқаның көп болғанын, яғни салатта көп болғанын ұната қоймайды. Сол себепті мен әрқашан жұмыртқаны аз мөлшерде қосамын. Жалпы бұл ингредиенттердің қыздар жаңағы саны, көлемі өздеріңіздің үйлеріңіздегі жаңағы отбасыларыңыздың қандай тамақ жаңағы қай ингредиентті жақсы көретініне қарай акцент жасауларыңызға болады. Кейін майонезбенен араластыратын боламыз. Жалпы қыздар, майонезді де греческий йогуртпенен де алмастыруға болады, егер де үйлеріңізде майонезді ұнатпасаңыздар. Немесе жай ғана таза йогуртпен де алмастыруға болады, немесе греческий йогуртпенен де айырбастауға болады. Ол диеталық үлгіде болады. Дәл осы көлемде менде шыны керек осындай 3 табаққа шықты. Осыны, яғни табақты алып, табаққа барлығын салып аласыздар. Тұз бұрышты қосудың қажеті жоқ. Өйткені бұнда тұздалған қиярдың дәмі бар. Одан қалды менің тауық етім копченый, оның да дәмі бар. Одан қалды крабовый палочки бар, сырым да бар. Сол себепті ешқандай тұздың қолданудың қажеттілігі жоқ. Осындай жаңағы ингредиенттен менде 3 табақ болып шықты. Өте керемет болып шықты. Бұда міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған өте қатты ұнады. Сіздерге де қатты ұнайды деген ойдамын. Бұл салатты жалпы шынымен де жасап көру қажет болады. Және де үстіне осы пайды себеміз. Қыздар, шыны керек, бұл салаттың ең басты ингредиенті осы пай десем болады. Неге? Себебі осы менен дәмі өте керемет үйлеседі. Мен ең басты жаңағы ингредиентті осы салаттың, осы пай жаңағы чипсы дередім, себебі керемет, өте керемет үйлеседі, және де оформленияға өте әдемі көрінеді. Сол себепті міндетті түрде осы пайды қолданыңыздар. Олсыз салаттың дәмі болмайды. Олсыз салаттың мәні кететін секілді. Сол себепті міндетті түрде осыны қолданыңыздар. Өте әдемі көрінеді, теңге қойсаңыздар да керемет болып шығады. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Міндетті түрде ингредиенттердің бірі десем болады да.
осыменен салатымыз дайын болды. Үстелге бере берсеңіздер болады, ас болсын.